Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстан территориясында кездесетін егістік дақылдар мен үй жануарларының қол тұқымдары. Мына суретте өздерің көріп отырғандай, бүгінгі тақырып не жайында болмақ деп ойлайсыздар? Әрине, Қазақстан территориясында кездесетін егістік дақылдар мен үй жануарларының қол тұқымдары. Енді балалар өздерің мына жерде көріп отырғандай, Қазақстандағы ірі аграрлық сала бұл өсімдік шаруашылығы. Қазақстанда дәнді дақылдар 66% егіледі. Оның ішінде 62% қатты бидай үлесінде. Тағы да өздерің көріп отырғандай, солтүстік өңірінде астық тұқымдастар егіледі. Ал оңтүстік шығыс техникалық дақылдар, ал оңтүстікте күріш, арпа, сұлы, жүгері, дәнді дақыл, бұршақ, басқа да сорттарының жаңа сорттары егіледі. Асыл сапа деп айтып тұрғандай, бұл сұрыптың сапасы өте жоғары. Бірақ құрамындағы ақуыз, балуыз бәрі өнімнің сапасын барынша арттыра алады. Бұны жақсартқыш деп те атаймыз. Бұны сапасы нашар ұнға араластырса, олардың құнарлығы күшейтеді. Тұқымның жаңа сұрпын Шортанды ауданына қарасты Бораев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының ғалымы Әділхан Бапкенов ойлап тапқан. Дюняша картобы қазіргі күні институт егістік әртараптандыруға да көп назар аударуда. Өнімділікті арттыру мақсатында картоптың 40-тан астам түрі енгізілді. Еуропада келісі 500-600 еуро тұратын ерекше көгілдір картоп туралы айтты. Удовскийдің тағы бір мақтанышы Дуняша тұқымды картоп гектарына 70 тоннаға дейін өнім береді. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық жерлерінің 4-3 бөлігін жайылым алып жатыр. Мал шаруашылығының маңызды саласы қой шаруашылығы мен ірі қара құс түйе жылқы екенін мына картадан көріп отырмыз. Қазақстанның барлық аудандарында мал шаруашылығы үлкен жолға қойылған. Біз көріп отырмыз. Жаңа бір қазақтың қол тұқымы Ақбас сиыры мен Ярослав сиырын салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, қазақтың Ақбас сиыры сиырдың етті тұқымы болып табылады. Ол қазақ және қалмақ сиырларын Герефорд бұқасымен будандастыру арқылы алынған болатын. Бұл Ақбас сиырдың артықшылығы бұл климатқа бейімді, етті жоғары сапалы, жем талғамайтын қол тұқымның бірі болып табылса, ал Ярослав сиыры суреттен көріп тұрғандай Ақбас сиырға қарама қарсы бағытта майлы, мол сүт алу мақсатында жергілікті солтүстік орыс сиыры мен асыл тұқымды ірі қара малды ұзақ уақыт будандастыру нәтижесінде алынған болатын. Мол сүт алу үшін үздіксіз жем талғамай қоректенетін қол тұқымның бірі болып табылады. Қостанай жылқысы. Қазақстанның Қостанай жылқы зауыттарының күрделі будандастыру қазақ жылқысының биесі. Қалмақ, дон, ағылшын, араб, таза қанды салт мініс жылқыларының айғырлары мен зауыттық будандастыру нәтижесінде шығарылды. Үй жануарлардың қол тұқымдары еділбай қойы ет май өндіру мақсатында қолданылатын, қылшық жүнді құйрықты қазақы қой тұқымы мен Астрахан жүнді қойы мен будандастыру нәтижесінде алынды. Еділбай қойы өсімтал келеді, тез ет алады, яғни тез семіре алады деген сөз. Май өндіру мақсатында еділбай қойын шығарған болса, арқар меринос биязы жүнді қой тұқымы, биязы жүнді жаңа кавказдық типтегі рамбуле және прикос саулықтарының жабайы арқармен қолдан ұрықтандыру нәтижесінде алынған. Бұл сапалы жүн өндіруге мол мүмкіндік берді. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың толықтыру үшін келесі бейне көрініске назар аударайық. Жануарлар селекциясының негізгі әдістері жеке сұрыптау және будандастыру. Жануарлар селекциясының өсімдіктер селекциясына қарағанда бірқатар ерекшеліктері бар. Біріншіден, жануарларға негізінен жыныстық көбею тән, және ұрпақтағы даралар саны да көп емес. Соған байланысты іріктеу жүргізгенде тікелей көрінбей тұқым қуалайтын,
Мысалы, сүттің майлылығы және жұмыртқа салғыштығы сияқты белгілерді анықтау маңызды. Сондықтан, жануарларды шыққан тегі мен ұрпағының сапасы бойынша бағалау маңызды болып саналады. Екіншіден, жануарлардағы жыныстық жетілу кеш өтеді. Ұрпақ алмасу бірнеше жылдан кейін басталады. Үшіншіден, құстар мен сүтқоректілердің ұрпағы көп болмайды. Жануарлар селекциясының негізгі әдісі өсімдіктердікі сияқты будандастыру және сұрыптау болып табылады. Будандастырудың да сол әдістерін ажыратады. Инбридинг – туыстық будандастыру. Ол да өсімдіктердегі сияқты өміршеңдігінің және басқада қасиеттерінің депрессиясына алып келеді. Аутбридинг – туыстық емес будандастыру. Тұқым ішілік өсіру. Тұқымды сақтап, жақсартуға бағытталады. Тұқым аралық будандастыру жаңа тұқым алу үшін пайдаланады. Гетерозистік әсерді қолдану өсімдіктермен қатар жануарлар селекциясына да тән. Тұқымына қарай сынақтан өткізу. Еркек малдың кейбір қабілеттері ашылмаған жағдайда сұрыптау үшін қолданады. Қолдан ұрықтандыруды ең жақсы аталық өндірушілерден тұқым алу үшін қолданады. Гормонды суперовуляция және трансплантация арқылы жануарлардан жылына ондаған эмбриондарды алып, содан соң оны басқа жануарлардың ағзасына тасымалдауға болады. Эмбриондар сұйық азот температурасында да сақтала алады. Алыстан будандастыру. Әдетте түр аралық гибридтер стерильді болады. Оларда мейоз бұзылып, гаметогенездің бұзылуына алып келеді. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Яғни, өздерің көріп отырғандай, кестені толтырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.